Сауат ашу пәні сабақтың тақырыбы ү дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта ү дыбысы мен әрпімен танысасың, сөздерді буынға бөлесің, көркем жазасың. Сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбақты шешіп көрейік. Үйрек десе бірінші, бүйрек десе екінші. Бұл қайсы әріп екенін біреу айтып берсінші. Жарайсыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы ү дыбысы мен әрпі екен. Ендеше тапсырмаларды орындап көрейік. Суреттегі заттарға мұқият қара. Оларды ата, ү дыбысы кездесетін сөздерді тап. Жарайсыңдар. Үй сөзінде ү дыбысы бар, және үкіз сөзінде ү дыбысы бар екен. Келесі тапсырмаға назар аудар. Суреттерге мұқият қара. Оларды ата, және де ол сөздерді буынға бөл. Ендеше өзімізді тексерейік. Бірінші суретте күшік бейнеленген. Күшік сөзінде екі буын бар. Күшік. Ү дыбысы бірінші буында бар. Екінші суретте күн бейнеленген. Күн сөзінде бір буын бар. Күн. Үшінші суретте айлакер, түлкі бейнеленген. Түлкі сөзінде екі буын бар екен. Түлкі. Ү дыбысы бірінші буында орналасқан. Соңғы суретте сүт бейнеленген. Сүт сөзінде бір буын бар. Сүт. Жарайсыңдар. Тапсырманы жақсы орындады деп ойлаймын. Бірінші ү дыбысының баспа түрі, яғни ү әрпінің баспа түрі бейнеленген. Және де жазба түрі көрсетілген. Балақай, қолыңа қаламды алып, ауада ү әрпін жазып көр. Келесі тапсырмаға назар аудар. Оқулықта берілген сөздерді мұқият оқы. Үн, күн, үш, күш, сүт, күт, күшік, күміс, түлкі, күлкі. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаларды өзің орындап көр. Ата ақылы өлеңін жаттап, мәнерлеп айтуға дайындал. Оқулықта берілген сөздерді сауат ашу дәптеріне көркем етіп жаз.